Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бұл Айтайық подкастының кезекті шығарылымы. Бізде бүгін өте қызықты қонақ. Барлық ата-аналарға, оқушыларға қызықты болатын қонақ. Қош келдіңіз, Абдулла аға. Рахмет. Бізге алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет. Білем, жұмысыңыз бар, шаруаларыңыз бар. Соның өзінде бұл ойлаймын, осы ұрпақтар сабақтастығы мәңгілік елдің тірегі деп тақырыпты алып отырмыз ғой. Яғни сізде атыңыздан жаңағы сөз қалсын, айтқандарыңыздан ой алсын деген ниетте келіп отырсыз деген ойдамын. Ендеше қызықты сұхбат болады деп ойлаймын. Ендеше бірінші сұрағымды бастайын. Сіздің ойыңызша ұрпақтар сабақтастығы дегеніміз не? Бұл ұғым сіздің өмірлік тәжірибеңізде қалай көрініс тауып жатыр жалпы? Ең бірінші осы шақырғандарыңызға рахмет. Енді шама келгенше өзімнің ойларымды бөлісей отырайын. Енді ұрпақтар сабақтастығы деген бұл енді әбілда ақын Тәжібаев айтқаны бар ғой. Кешеден келдім бүгінге деп. Алдыңғы толқын ағалар, кейінгі толқын інілер дейді. Яғни өмірдің ағысы. Үлкен мен кешегі мен бүгіннің, үлкен мен жастың арасындағы бір өзара түсіністік деп ойлаймын енді ұрпақтар сабақтастығы деген. Бірақ енді ұрпақтар сабақтастығы дегенде алдыңғы толқынның барлық істеген әрекетін, барлық жүрген жүрісін, тұрысын бәрін кейінгі жастардың міндетті емес қабылдап алуы. Қабылдауы, қайталауы. Қайталауы міндетті емес, және ол мүмкін емес. Өйткені әр уақытта қоғам өзі, заман өзі жаңарып отырады, өзінің бір жаңа бір құндылықтарын дейміз ба, сондай тудырып отырады, соған сәйкес өмір алға қарай жылжып отырады. Мысалы, біз жас болған кезде біздің ағаларымыз, үлкен кісілер бізге де көңілі толмауы мүмкін. Мына кейінгі жастар не көп барады өзі, қалай ондай әңгіме естідік заманымызда, жас кезімізде. Сол сияқты қазіргі жастарға да біз сын көзімен қараймыз. Үлкендердің міндеті кейінгі жастарға сын көзімен қарау. Бұны біздің соңымыздан ерген ұл-қыздарымыз, іні қарындастарымыз дұрыс түсіну керек. Кейде егер біз сын айтып ататын болсақ оларға. Бірақ мен қуанатыным қазіргі жастар бізден гөрі бақыттырақ. Өйткені олар тәуелсіз елде өмір сүріп жатыр. Біздің бақытымыз. Біз кешегі заманды көріп қалдық, кешегі кеңестік заманды. Сондықтан да бізге тәуелсіздіктің мысалы қажеттігі, керектігі сондай айқын сезіліп тұрады. Кешегі кеңестік кезеңде болған кейбір кедергілер қазір жоқ мысалы. Кешегі кеңестік кезеңде біз білмей қалған көптеген тарихи, әдеби, мәдени басқа да құндылықтар қазіргі жастарға ол емес. Қалай айтуға, қазіргі жастарға олар танысыз емес, бәрін біліп отыр. Сол жағынан келгенде қазіргі жастар бақытты. Ал енді осыған туатын менің қорытындым, кейінгілер алдыңғылардың тек жақсы жақтарына қарай ұмтылып отырса, сол өзіне керектісін алып, керексізін үлкендердің көңілін қалдырмай, итеріңкіреп қойса, оған мен өз басым қарсы емеспін. Менің түсінігімдегі ұрпақтар сабақтастығы осындай. Заман талабына сай сұраныста өзгеріп отырады дейсіз ғой? Әрине. Өзі Мұхтар Шахановтың айтқан бір әдемі бір сөзі бар. Алдыңғы буын еш уақытта кейінгі буынға көңіл толмайды. Ол анау баяғы папирус жазулары дей ма, жапыраққа жазған. Сонда да қазіргі жастар бұзылып бара жатыр деген сөзі бар екен. Мұхтар Шаханов үнемі айтады, сол өзімді атып. Сондықтан ол жаңағы мен айтқан үлкендердің кейінгілерге сын көзімен ғана қарауы деп түсіну керек оны. Қалыпты нәрсе, Қалыпты. Жақсы. Енді бар ғой, сценарийдан тығыз сұрақ қойғым келіп тұрады оларға. Яғни осы өмір жолыңыз ұрпақтар сабақтастығы деп жатырмыз. Шын айтқанда сіздердің кеңес дәуірін көрдік дейсіздер. Шынымен сіздерден үйренеріміз көп. Сіздердің заман адамдарын бәрібір төзімдірек, мықтырақ, сабырлырақ, қазіргі жастарға қарағанда мойындаймыз шын. Мен орта буынға да тайып қалған шығармын. Қазір мен де сіздер сияқты
қазіргі жастар былай деп сөйлейтін болсын. Z ұрпақ қой енді қазір келіп жатқан альфасында келіп жатыр. Яғни өмір жолыңызды айтып өтіңізші. Бәрібір осы сіздің өмір жолыңызда білемін, алатын, үйренетін, яғни осы жолға сіз оңай келген қазіргі халықтың құрмет қошеметі бар ғой сізде қандай күшті деңгей. Осыған сіз оңай жеткен жоқсыз деп ойлаймын. Соны кішігірім айтып өтесіз ба? Ана мектептің оқушыларына мектеп кезінен бастап. Мектеп Қай жерде оқыдыңыз? мектеп болғанда мен мынау Қызылорда облысы Қармақшы ауданында Жаңақала деген ауыл бар. Қызылорданың ең шет түпкірі ауыл, ең түпкі ауыл. Одан Қызылордадан гөрі бізге Қарақалпақстан жақын ар жағында. Сондай ауыл, қазақшалап айтқанда өркениеттен тысқары қалған. Кешегі совет үкіметі кезінде кеңес заманында біздің ауылға мысалы асфальт жеткен жоқ. Содан ақ біле беріңіз. Біз 60-70 километр мысалы ауылға дейін асфальт жетпей қалғанда соған 2,5-3 сағат жүретін тұғымыз жолда. Қара жермен кетесіздер ме? Иә, біз сондай ауылда туып өстік. Бірақ ауылымызды жақсы бір адам басқарды. Біздің ауылды өзі құрған, қолымен Қаратай Қуанбаев деген ағамыз бұл жақта жарық осы жарық. 18 жылдай совхоздың директоры болған кісі, біздің өзіміздің ағаларымыз. Сол кісі енді сол ауылда бірде-бір адам соттатқан жоқ. Бірде-бір тентек болмады деген сөз емес. Тентек болатын, ол бірақ қазір кейде айтады ғой, ақсақалдардың жиналысы, ауылдың жиналысы салады да сол жерде ол екеуін татуластырып жібереді мысалы. Екі адам шекісіп қалса, соны екеуінде жиналысқа салады. Таяқ жегенінде жиналысқа салады, ұрғанында жиналысқа салады. Сонымен екеуі татуласып кетеді мысалы. Басқа да сондай жаңағы сол кісінің жаңағы әрекеттері арқылы біздің ауылдың ынтымағы, бірлігі керемет болды. Сондай ауылда туып өстік. Енді мектепте оқыдық. Мектепте оқығанда мен жаман оқыған жоқ. Жақсы оқушылардың бірі болдым. Өте үздік емес, бірақ төрт емес. Бір қызық еді. Мен бірінші класста грамота алдым. Екінші класста алмай алдым. Енді класс деп сөйлеп отырмын сол заманның тілінде. Үшінші класста алдым, төртінші класста алған жоқпын. Неге етесіз? Бір жыл оқып. Білмеймін сонда. Бір жыл оқып, бір жыл. Сосын бесінші класста алдым, алтыншы класста алған жоқпын. Содан кейін өзі алған жоқпын. Содан кейін сол қызық еді. Өзімнің бір өмірдегі бір соған таң қаламын, неге олай болды екен. Сондай мектепте оқыдық, ұстаздарымыз жақсы болды. Енді бірақ ара-тұра бізге де көңілі толмай, ай сен адам болмайсың ау дейтін сөздер естіліп қалатын тұғын. Ол енді неге айтатынын білмеймін, шамасы. Бір істерімізге ол жалпы тұрғыда айтпайды. Бір ісіміз ұнамай қалуы мүмкін мысалы. Сол тұрғыда айтуы мүмкін, мынау ертең елдің болашағы деп жүрген адамдар осындай істейді балаларымыз. Олар қайықтан адам болады деген тұрғыда ғана айтуы мүмкін. Ол бір бізді соншама кінәлау емес деп ойлаймын мысалы. Оны біз тіптен соны қазір ғана есімізге түсіп отыр, сол кезде есімізге де алмайтынбыз. Адам болмайды деп айтты, мұған ренжу деген жоқ. Деймізді қоя саламыз, болмаса қоймай шығамыз деген сияқты. Қазақшалап айтқанда. Солардың бәрі мысалы былай қарасаң, бір жағынан тәрбие ме деп ойлайсың мысалы. Мына кісі болмайды деп айтқаннан кейін осы болғымыз өтіп кете ма ішімізден қайдан білейін. Ана істеген ісімізді қайталағымыз келмей ма еді. Былай мақсатты түрде емес, былай еркіңнен тыс сондай бір әсерге кететін болу керек деп ойлаймын. Сондай ауылда өстім. Мынау журналистика жағына келетін болсам, сол менің өзі әкем былай шопан болды. Бірақ ол кісі өлең жазатын еді, сосын және сол қой бағып жүріп мақала жазатын кезінде. Осы бір мақаласы менің есімде Жабай алманың жартысы қайда деген. Жабай алма деген бұл Сайын Мұратбековтің романы ма? Роман. Сол ана жұлдыз журналына шығады ғой. Жұлдыздың біреуі келгенде біреуі келмей қалған. Сонда сіздерге Жабай алманы бөліп беріп жүрді? Жоқ, жұлдыз деген журналға жарияланған ғой. Мысалы бір нөмірде бір тарауы жарияланған, келесіге біреу, тағы біреуіне біреу. Ана ортасында келмей қалған мысалы. Шопан ғой. Соны жазып жүрген, Жабай алманың жартысы қайда деп. Мен есімді алып қойдым. Соған кейде ойлаймын мен мысалы жаңа осы кейде бір сын жазып жатамын ғой мен. Бірдеңелерді сынап жатамын өзімше. Солда бір ана
әкеміздің бір жұқып қалды ма деп ойлаймын. Сондай бір кемшілік бірдеңе көрген кезде соны түртіп қалу деген сияқты сыннан да деп ойлаймын енді. Сосын енді кейін осы неге сол мектепте шығарма жазғанда мен шофан болам деп шығарма жазғам. Кім болам дейді ғой, кім болам деген, шофан болам деп, өзі 4-ші класс деп, ұмытып қалдым, 3-ші класс деп. Соны мектептен де оқиды ғой шығарманы. Ана шығарманың шамасы жақсы болған болу керек. Соны бір Көшек Нұрханов деген мұғалім ағай болған, қазір қайтыс болып кетті марқұм. Сол айтты, мына баладан шофан шықпайды дейді. Бұл баладан шықса журналист шығады. Ана біздің класстың мұғалімін айтыпты. Ана недегі хабар осы мектепте болып жатқан іс-шараларды ана аудандық газетке Қазақстан пионер дейді өзім, соған жазып тұрсын, осы бастан соған икемдедім. Сөйтіп икемдедіп кетіп. Содан басталдың ба, иә? Содан ауыл мектепте жүргенде сөйтіп сондай шағын хабарлар сондай жазып тұратындым. Ақыры осы жолға түстім. Енді Сәтбаев қаласында мен тұрғаныма 30 жылдан асып кетті қазір. Бұл енді өзім туған қалам қазір. Анау маған қай жылы қаланың құрметті азаматын бергенде айтқам, осы қаланың ең үлкен наградасы қаланың құрметті азаматы деген атақ. Одан артық атақ болмайды. Мен сол атақты иелендім, бақыттымын деген, сол сөзімді қайталағым келді. Енді осылай енді қысқаша айтқанда. Иә, күшті. Мектеп кезіндегі естеліктер өте тәтті, иә. Ауыл деп айтамыз, иә. Қазақ ауылды айтса жүрегіміз бір жері шым ете қалады ғой, иә. Ауылды еске алса, ауыл деген балалық шақ. Анау кім Шерхан Мұртаза да айтады ғой. Болгарияда болдым, Германияда болдым, Америкада да болдым, барлық жақта болдым. Тек өзімнің ауылымды еске алсам, ешқандай шетел жетпейді деп сол сияқты. Сіз де өзіңізді жақсы естеліктер қалған сияқты, иә, ауылдан. Енді мектепке тағы да бір оралайық. Ерекше есіңізде қалған ұстаздар бар ма? Сөздерін мысалы айтып отырсыз ғой, әлі мысалы есіңізде екен. Қанша жылдар өтті, иә? Енді ондай бізде ұстаздар көп болды. Жаңа біреуін айттым, Көшек аға Нұрханов деген қазақ тілі мен әдебиетінен берген ол кісі. Жаңағы шығарма жаздырған мұғалімнің фамилиясы есіме түспей отыр, бірақ аты жақсы көріп айтқан. Осы кейініректе қайтыс болды ол кісі. Марқұм. Енді бізге ең бірінші мұғалім болған Гүлжәмила Аманова деген қазір Тараз қаласында тұрады. Ол кісі бізге 2 класс бойы класс жетекші болды. Содан кейін алдында 3-ші бітірген ғой, содан кейін институтқа түсіп та Алматыда осы жаққа оқуға өтіп қалды. Біз ол кезде ауылда 2 класс болды, А және Б деп аталатын қазіргідей әдегілер. Ол кезде кеңес заманында әдегілер болмаған ғой бізде. Ол екінші Б классына Төлеш деген кісі сабақ берді, апай, Төлеш апай. Ол кісі бар әлі дейді ауылда. Қай жылы біз 40 жылдыққа ауылға бардық, мектеп бітіргенде 40 жыл болған. Сонда 2 апайымыз да келді. Жақсы болды. Ондай біздің мектептің директоры болды Садық Зәлиев деген кісі. Ой, майда, жаймен сөйлейтін адам жаңағы кісі. Мектептің директоры. Ол кісі сонысымен есте қалды. Майда, әдемі сөйлейді. Сосын Сәлен Нұртаев деген кісі болды мысалы. Тарихтан сабақ берді. Ол кісі мектепте музейінде ұстады, өлкетану музейі. Анау ауылдың айналасындағы жаңағы ескі біздің жаңағы орындар бар бізде. Негізі біздің ауылда ар жағында біздің ауылдың территориясында Шергірабад деген жер бар. Ол кешегі қазіргі тарихта да бар шығар. Кешегі Совет үкіметінің кезіндегі қазақ СССР тарихы деген кішкентай кітап болатын. Қазақ СССР тарихы деген. Сонда жазылған қазақ жеріндегі алғашқы адамдардың пайда болған өңірі Шергірабад. Содан әлі күнге дейін сол жерде археологиялық қазбалар жүргізіліп жатыр. Әлі күнге дейін жүргізіліп жатыр жаңағы. Сол былтыр барғанда, енді айта берейін, былтыр барғанда соған қатысқан бір үлкен кісі жаңағы қазып келгенде бір үлкен ескерткіш тауып алдық дейді. Ескерткіш тұтас жердің астынан шықты дейді. Ол мына қазіргі мына буддаларды көреміз ғой біз. Буддаларды солардың әйелінің кейпі дейді. Будда. Значит, біздің территориямызда түрлі діндер бәрі болған ғой, мысалы, көрдіңіз ба? Ол қай заманда болды ол. Соны оны енді ана ұстауға қорқамыз, оны жаңағыдай реставрация жасайтын
Өзбекстанда бір 70 бірдеңедегі 73 па 75 па сондай бір жалғыз кемпір бар екен дейді Өзбекстан. Иә, еврей сол ғана жасайды деп айтты. Содан соны алдырдық дейді. Анау былай қарады да мен қазір қартайып қалдым, маған мен ана қолым тисе бірдеңені бүлдіріп аламын. Мен қазір шәкірттер дайындап жатырмын. 5-6 жылдан кейін солар дайын болады, сол кезде жіберемін деп ананы қайта қуып қойдық дейді мысалы. Сондай тарихи жер бар. Иә. Сондай нелер көп бізде. Сырлытам деген бар мысалы. Біз алда жаңағыдай, онда жаңа кәдімгі былай қарасаң күмбез, ішінде жаңағы нелер салынған, көшіп бара жатқан көшелер, сырлы бояумен салынған кәдімгі. Сол жаңа айтып айтқым келген жаңа Сәден Нұртаевтың кісі сондай жерлерге барып, соны айналасын қазып, енді ол кезде үлкен археология емес енді. Соны жүргізіп оқушылармен. Тағы да бір ауылдың тарихын қатысты сондай жәдігерлерді жинап ауылда музей ашқан. Біз ол кезде баламыз, ол кезде мен кідеті 2, 3, 4 оқимын енді. Сонда мынау қазіргі лениншіл жас, қазіргі жасал ашу кездегі лениншіл жас, сосын мәдениет және тұрмыс деген журнал болған, білім және еңбек қазір парасат деп аталады ғой, мәдениет және тұрмыс. Меніңше парасат ол деймін қазір. Сол журналдарға шыққан сол біздің ауылдың жаңағы музейі, республикалық деңгейде. Соны ұйымдастырған Сәден Нұртаев деген кісі. Жай ғана қарапайым менің мұғалімі. Сосын кейін фамилиясы қазір дәл есіме түсірді, Бекен деген кісі болды. Мысалы, ол кісі бір жағы тарихтан емес, бір жағы музыкадан берді мысалы. Домбыра үйретті. Сол есімде алғаны жаңағы Бекеннің. Қайтыс болып кетті бір 2 жыл болды. Ол кісі тарихтан бері осы бірінші дүниежүзілік соғыстың басталғаны туралы тақырып есімде алғаны. Соны айтып түсіндірді да, егер кім осы менің түсіндіргенімді қайтып айтып беретін болса, мен соған қазір 5 беремін. Соны мен ашып айтып беремін соны. Турасын қайталап. Иә. Бірінші дүниежүзілік соғыстың кішкентай ғана нәрседен басталды деген сөз әлі күнге есімде. Ана кісі сөйтіп бастаған кезде өзі де күліп жіберді. Сонымен мен бір 5 ақ бітіп сразу. Сабақты түсіндірген кезде қайтып айтып берді. Сол кісімен кейін көптеген жылдардан кейін Қызылордада кездестім, құдалыққа барғанда. Ол мені танымайды, мені біліп отырмын ғой. Мені танымайды. Бірақ та айттым, аға мен Абдулламын ғой дедім. Өй, сен қайықтың, сен менен де өп кетіпсің ғой дейді, мен айтым енді, шамалы өстік қой енді. Сондай кездесулер болды, ол көп мұғалім. Бәрін айта берсе, ол таусылмайды. Енді осымен шамалы тоқтайын. Иә, жақсы рахмет. Балаларға да бұл да қызық. Балаларға сол айтайын деген не үшін айтып жатырмын, бізді оқушылар да көреді ғой. Сол мұғалімнің айтқан аз сөзі, иә, қараңызшы, сізде қалай мамандық алып келді, осы күнге айтып отыр ғой, шығарманың өзінен білген, иә, қалай қайда бағыттау керек екенін. Сол шығармадан бастап. Иә, оқушыларға да сол әр мұғалімнің сөзіне, мысалы, сіздер содан бір ғибрат алуға болады, содан бір маңызды, иә, бір маңызды жол. Енді қазіргі оқушылар да солай алады шығар деп ойлаймын, былай аңғарып отырады енді мұғалімдер. Енді өзімізді кезінде мысалы сын көзімен мұғалімдер қарап отырады қой. Қайсысы қалай түсіндіреді сабақты деп. Біліп отырады дедік, иә. Қайсысы жақсы түсіндірсе соған жаңағыдай тыныш отырамыз деген сияқты. Енді тыныш отырмағанның өзінде де солай біздің кезімізде мұғалімдердің енді қазір ойлап отырсақ ешқайсысы жаманы жоқ. Қызық мұғалімдер, қызық мұғалімдер болды негізі. Олар бәрі біртүрлі бәрі. Біздің ауыл бәрі бір ауыл болғасында анау мынауды еркелетіп те қоятындығы болады. Мен кейде шынымды айтайын, бір сабаққа кешігіп қалатын. Ұйықтап қалмай мен өзі таңертең тұрамын. Әжеммен бірге өскен адам ғой. Әжеммен бірге шай ішіп жамай келгенмін. Соны таңертең шай ішімді отырып кетіп кешігіп қаламын. Сол барғанда бірінші сабақ Мәсәдік деген ағам болған. Ол да жоқ, математика емес. Қазақ әдебиетін білді. Олар жаңағы көшеге солай ауысып келген класстармен келген. Кешігіп барсам, ассалаумағалейкум дейді ғой жаңағы мұғалім. Бізге кешігіп барып есік қағам ғой. Сонда ассалаумағалейкум дейді. Қалай қолыңды бересің? Тұрасың дейді. Сонысымен ол енді сол жаңағы былай кешігуге болмайтын түсіндіріп тұр ғой мысалы. Түсіндіріп тұр, көрдіңіз ба? Сол кездегі мұғалімдердің жаңағы мықтылығын Мәрсада Жұматаев деген кісі жақсы кісі еді. Тілге шешен сондай.
әзіл қойлау сондай адам бар. Ондайлар көп енді, мұғалімдер қайсыбіріне сөйлейді. Бірәр үйреткенге 40 жыл сәлем бер дейді. Ол ұстаздарыңыз тұр әдемі естелік болды. Балаларға бұл қызық болады деп ойлаймын. Енді қараңыз, сол заманды айтайық, қазіргі заман, қазіргі жас буынға сол кездегі қандай маңызды құндылықтарды біз беру керек. Сабақтастық деп жатырмыз ғой. Сақтап қалатын қандай құндылықтар бар, қандай қасиеттер? Менің ойымша қай қоғам өзгере берсін, заман өзгере берсін, бірақ қалай болғанда да кейінгілер алдыңғыларды тыңдау керек дейді. Үлкендер ше. Олар қанша дегенмен өмірден көргендері бар. Сосын және үлкендерді сыйлау. Сосын мына біздің қазіргі заманда мына ұлттық құндылықтар деп айтып жүрміз. Сол жағына көп мән беру керек. Мысалы, кейде бір қонаққа барсаң, сөйлейтін балдар жоқ сияқты болады. Барып отырасың. Балдар қайда? Олар келген ана бөлмеде отырады. Мына саған келіп сәлем бермейді. Ол дұрыс емес мысалы. Ол енді балдардың нәрсе емес, ол ата-ананың нәрсе. Ол ата-ананың нәрсе. Біздің кезімізде мысалы үлкендерге сәлем беру деген бір мәртебе болатын. Барып ассалаумағалейкум деп қолын алсаң, ақсақалдар, не бір ақсақалдар болды ғой. Аталар. Солардың барына алсаң, ол бақытты, ол анау кім баласысың? Ол мен айтам, Дастанның баласың дейді, Дастан деген соғыс өтіп маған шал болды. Қарасаң, сосын біреу сұрайды, қай Дастан деп, ауылда тағы Дастан менің кісі болған, оның баласы сен сияқты емес еді, ол дейді. Сонда үлкендерге сәлем беру бірінші. Көп нәрсе біздің балдарымыз, мысалы, үлкендерге сәлем беру. Тани ма, танымай ма, мен енді қазір айтатыным солай. Қазір жастарға, мысалы, ол үлкен көшеде кетіп бара жатса, ассалаумағалейкум сәлем бер, одан сен ештеңе кетпейді. Мен мысалы сол сәлем берем деп, бірнеше жасқа бармаған кезім, былай үйдің қасында асық ойнап отқанбыз. Көшенің арғы бетінде шалдар кетіп бара жатыр екен. 5-6-ау, білмеймін ба. Құдайға кетіп бара жатыр ма, тойға кетіп бара жатыр ма. Алардың ішінде менің өзі жақсы көретін бір Сәт деген ақсақал болған, бір жағы әкелеріміз, сақал мәден әппақ сақалы бар. Сол кетіп бара жатыр екен, асық тастай салып жүгірдім ғой, ассалаумағалейкум деп қалайды. Сөйтсе мынау үйден бұрышына барған кезде бір мотоцикл тоқтайын деп жатыр, қарашы тоқтап жатыр екен. Соған барып ұрған кезде көзім мына жер кіріп кеткен мына жер. Мына жерде әлі дейін тыртық бар. Әлі дейін тыртық бар. Амандасу үшін. Шалқамнан түскен анау кіріп кетті, анау үрешкі дейді ғой. Сол кіріп кетіп, көзім ішіне кірмеген, мына қасына кірген. Сөйтіп больницаға барған. Оған айтып, больницаға барып, сол бір аптадай жүрдім, сонда мысалы не күш итеріп бара жатыр. Анау жаңағы соған үйренген. Сәлем беріп үйреніп, жаңағы батасын алып сол кісінің мысалы. Соны бір мәртебе көріп, соны және ананы көріп тұрып сәлем бермесек, сол бір кінәлі болып қалған адам сияқты. Ол кезде дәл осылай ойлаған жоқпыз, бірақ өз немізде, санамыздың бір түкпірінде сондай ойлар жатқан шығар деп ойлаймын. Сондықтан мен ең бірінші жастарға айтатыным, үлкендерді тыңдау және үлкендерге сәлем беру. Келген үйге қонақ келсе, мен мысалы балдарыма айтамын. Балдарым айтпаймын, өздері соған үйренген. Сәлем бер, бірден ассалаумағалейкум, уағалейкум ассалам. Ол жақсы. Соны кейбір кісілер айтып жатады, ол бақытты ол. Сосын маған айтады, балдарым жақсы деп, соған әжептәуір болып қалады мен мына ол сондайдан басталады. Бір ғана мысал ғой бұл енді айтып жатқан. Мысалы, ол көп нәрсе мысалы. Айтуға болады енді жастарға, әсіресе балалар. Кейін кезде кім ана Санжар Керімбай жақсы жүргізіп жүр ғой, жақсы айтып жүр. Және ол өте емес, ұзақ емес. Сол енді соның нелерін оқыған дұрыс ау деп ойлаймын. Соны тыңдаған дұрыс. Жастарға. Кітаптары да оншай немес. Қалың кітап емес, қалың кітап қазір. Енді біз кейде жастарға кітап оқымайды, үлкендерді кітап оқымайды деп айтамыз ғой. Мен енді қалың кітаптарды өз басым шынында екен қазір көзді айша ұнатпаймын. Қазіргі заманға қалың кітап келе қоймайды. Қазір жұқа. Сосын қазіргі кезде мысалы көбіне танымдық кітаптар дұрыс сияқты маған. Мен өз басым енді. Бұрын көркем романдар,
қазір мен өзі бір жағы кітап оқуға шынымды айтайын көзім ауырады оқи алмаймын шамалы оқысам көзім бұлдырап кетеді сосын оқымаймын сондықтан жаңағыдай танымдық кітаптар болса оқуға болады жаңағы қаныш туралы өзбек туралы басқа да бар ғой тұлғалар сондай тарихқа қатысты сондай кітаптар болса жастардың көбіне соны оқығанын қараймын енді бірақ енді біреулер ойлап қалмасын мына кісі көркем әдебиетті қарсы екен деп оқимын десең оқи берсін сіз оны енді ойлаймын мен өзімнің ойым енді көркем әдебиеттен өйткені ананы жаңағыдай кітаптарды оқыса бір жағы ол ана кісіні таниды тұлғаны содан тәрбиеледі сондай болуға ұмтылады деп ойлаймын енді баяғы жаңағы сәбит мұқановтың жаңағы мөлдір ботагөз романы шыққанда енді айтылады ғой мысалы қыз бен жігіт үйленген екі құда соған біреуінде не бар екен біреуінің үйінде сәбит мұқановтың ботагөз кітабы бар екен анау екінші құда сұрайды оны ана кітабыңды маған берші сосын бұл айтады мен саған не беремін мен өзімде жалғыз кітап бермеймін дейді ол содан екеуі жаңағы екі құда керісіп қалады бір кітап үшін ботагөз романы үшін соны сәбит мұқановқа хат жазып жібереді біз осындай болып жатырмыз сіз қандай көмек көресіз сонда сәбит мұқанов хат жазып жіберген есуастар деген қазақшалап айтады не естеріңді танып жүр кітапты менен сұрасаңдар беремін ғой деп екеуіне екі кітап салып жіберген сондай кітаптың әсері сол ол кезде сондай керемет қатты бағаланған керемет болған енді бірақ дәл сондай деңгейдегі қазір оқырман да жоқ ондай кітап та жоқ шығар деп ойлаймын мен бір жағы енді оны байқап оқу керек оқысын оқығысы келсе бірақ негізінен жаңағыдай менің түсінігімде тарихи сол танымдық тұлғаларды танитын сондай жаңағы ұлттық құндылықтарды насихаттайтын кітаптар меніңше сол дұрыс сияқты енді оны кім қалай қабылдайды өздері білсін енді мына ата анаңыздан қалған дейік иә мысалы қазіргі ұлттық болмысты сақтау жолында мектеп пен отбасының рөлі қандай өзіңіздің ата анаңыздан қалған қандай тәлім тәрбие балаларға ол да жақсы бір қызық ақпарат болсын жаңағы атаңызды сәлем беруге үйреткеннен бастап шын ол өте мен де оқушыларға айтып жатамыз амандасып жүр ол ата анадан да басталатын сияқты деп дегенде олар 4-5 сағат қалған 19 сағат үйде ғой негізі мен негізі әжем тәрбиесінде өстім үйде үлкен болғаннан кейін әжем тәрбиесінде өстім сондықтан мен өмірде бір жаңағыдай бір жақсы қасиеттерім болса көбіне әжем тәрбиесі деп ойлаймын әке шешемді анша мойындамаған адаммын ғой қазір мына жерде амандықтан айтып отырмын әйтпесе мен еш уақытта ол кісілерге әке шеше деп айтқан емеспін әкемді папа дейтінмін бірақ анамды атымен айтады атымен өйткені ол кісі менің атымды айтты атаға да емес мен сізге айтайын не деп айтады мені алтынтай дейтін ерке дейді мамаңыз ба әжеңіз ба жоқ мамаңыз өзі ол кісі өйткені мені қайным деп есептейді өйткені мен кемпірім қайным деп ат қойып алған иә қайным деп мені алтынтай деп келеді ол кеше қайтқанша солай алтынтай деп еш уақытта менің атымды айтқан емес көрдіңіз енді бұл да бір ұлттың бір несі ғой былай қарасаң бір жақсы дәстүр деп ойлаймын мен мысалы жақсы бір қасиеті ол да бір өзара сыйластықтың бір түрі мысалы мен екі жеңгем бар ауылда әкемнің екі інісі екеуі де атымды айта алмайды мен біреуі ұл дейді екіншісі бала дейді бітті әлі күнге бала дейді мен 60-ға асып кеттім ауылға барсам бала дейді жақсы ғой мысалы ол ана өзі бұрын қазақта айтады ғой мысалы атын атамайды деген сияқты қайныларың енді мен айтқан жоқпын бірақ үйдегі келінім қазір мен ана кішкентай баламның кенжетайды атын айтпайды оған ешкім айтқан жоқ өзі мүмкін мамасы айтқан шығар жаңағы құдағайым айтқан шығар ана баланың көңіліне келмесін бір жаңағы еркелеткенің болсын деген сияқты осындай әңгімелерді айтуға болатын шығар деп ойлаймын әжем маған неғылатын өзі кітап оқи алмайды сауаты жоқ сосын жаңағы біздің жақта мынау көбіне батырлар жыры болғанның ішінде көрқұлы деген жыр көп айтылады мына қызылорда жағында иә естимін көрқұлы деген дастан бұл енді бүкіл түркілерге
ортақтастан сол кітап болып шығып ауылға бір келгенде маған соны бастан аяқ оқытып қойған. Өзі тыңдап отырады. Дұрыс болды енді шай ішеміз дейді. Сосын әйтпесе артынан тағы оқисың дейді. Соны әйтеуір бәрі бастан аяқ дейін сосын өзі де ара тұра жаңағы сол кезде біздің жақта Шораяқтың Омар деген кісі өткен мысалы ақын. Сол кісінің елдің арасына тараған сөздері ғой енді. Жаттап алған, соны айтып отырады. Сондайлары есімде алып қойды. Соның бәрі мынау әдебиетке деген аздап өзіміздің Құдай берген аздаған табиғаттың берген таланты бар шығар, соған бейімделуге де әсер етті деп ойлаймын мен өз басым. Әкем қызық әңгімесін айтады, қалай сауатсыз қалғанын. Мен әжем 3 күйеуге тиген. Бірінші күйеуі Нұртау деп аталған. Кейде Нұртау деп жазам, ол ойлайды, мен әкемнің туған әкем аты деп. Олай емес. Бірінші әжемнің күйеуінің аты Нұртау болған. Ол кісі ол кезде қыздарды айттырады ғой балдарын. Құда түсіп сөйтеді. Жаңағы әжелерімнің бір апаларын, соның інілеріне ма, ағаларына ма айттырған, сол кезде өліп қалған анау. Сосын әжемді айттырған кезде жаңағы інісіне берем деген ба, сондай бір кезде. Жоқ, әлі құда түсіп үйіне алмаған ғой. Жоқ, айттырып қойған ғой бір-бірін, айттырып қойған. Бірақ енді үйлене сөйтіп жүрген кезде апасы өліп қалған ғой. Сосын енді қалған бұны құдалық жолды бұзбаймыз деп екінші тағы бір кісіге лағылған кезде ол өліп қалған ана жақта. Сосын енді мына Нұртау болған, мен әжем Рысбекке қалған, сол екеуі қосқан кейін. Бәрібір сол мен алмайды. Ол кісі кейін қайтыс болғаннан кейін енді әмеңгерлік деген енді келеді. Сол жақын інісі, қайнысы Дастанға қосқан. Көрдіңіз ба? Дастанға қосқан. Сосын сол кезде үкімет келген, жаңа үкімет. Сауатсыздықты жою деген бағдарлама, науқан бәрін жинап алып, осындай мектепке оқытып, әрпін бәрін оқытып жатқан. Сонда әжем айтады, Өсербай қайным дейді, Сөсербай деп айтатын тұғын. Сөсербай қайным дейді, Өсербай демейді, Сөсербай. Аты Өсербай. Өсербай қайным сол жаңағы мұғалім дейді, сабақ өтеді. Соған бір күні Дастанның атын тақтаға шықты екен ғой. Дастанның атын тақтаға шықты екен. Енді жаңа сабақ сұрайын дедім әлде ғой. Сөйтсе әжем ашуланған ғой, мен қашаннан бері Дастанның атын. Мен Дастанның атын емесін, Нұртаудың атын деп сабаққа қатыспай кеткен. Сөйтіп сауатсыз болып қалған. Ренжіп кетіп қалған. Ана бірінші өзінің тиген бірінші күйеуі бар ғой, Нұртау. Соны айту керек еді. Анау екінші әмеңгерлікпен тиген Дастан. Қайнысы ғой. Қайнысы көрді. Мен оның атын емес, мен Нұртаудың атын емес. Содан сабаққа қатыспай соны кетіп қалған. Содан кейін ол Дастан соғыста өтіп қалғаннан кейін басқа тағы бір кісіге тұрмысқа шығып, соны 3 кісіге тұрмысқа шыққан. Сөйтіп сауатсыз қалған. Сосын ғой жаңағы маған кітап оқытып қояды. Аздап жаңағы мінезінің аздап тентектігі бізге де ұшқан ба деп қоямын кейде. Әжеңіздің ба? Иә. Әйтпесе оқи бермеймін саған. Қызық, өте қызық ақпарат. Сол кісі айтады, өмірімде киноға бір-ақ рет бар. Бір-ақ рет киноға. Кино деген енді келіп жатқан ғой ол. Сөйтсе ғана бір неге атқан ғой, машина. Экраннан. Тура бір, ойбай мынау басады деп қашып ғой. Көрдіңіз? Әжеме? Бұрынғылардың түсінік қалай, қазіргі түсінік қалай. Қазіргі заманда мысалы космос күшті отырады. Ал өзі кинодан көріп машинадан қашып жатыр. Қасында Қалипа деген өзінің құрбысы болған енді, өзі жас. Өзі солар жас. Анша емес, 40-тың бұяғындағы адамдар ғой. Анау келе жатқанда қашып шыққан ғой, ойбай мына машина басып. Содан кейін киноға барғанымыз. Қорқады. Енді осыны мысалы қалай сабақтастыруға болады, қазіргі заманда. Ойбай біздің әжелеріміз кинодан қашқанда бізде қашып кетуіміз керек қой мысалы. Олай емес қой, бірақ оны білуіміз керек. Менің айтайын деп отырғаным, оны білуіміз керек. Осындай замандар өткен басында. Әр заман өзінің жаңағыдай өзінің бедерін, бейнесін есімізде қалдырады, өзі осындай бір тарихтарын есімізде қалдырады мысалы. Енді ол ар жағында бір
бір жағы білместік тұр, бір жағы аңқаулық, бір жағы адалдық тұр. Адалдықтар тұр. Иә, мысалы. Сол оның ішінде жаңағы білместікті, аңғалдықты да итеріп қойып, адалдығын алуға болады. Ұрпақтардың сабақтастығы деген кезде соны ғана алуға болады. Ағалардың керегі жоқ. Керісінше білмегенді білуге ұмтылу керек. Менің түсінігімде солай еді. Жақсы, көп рахмет жауабыңызға. Енді тағы да сценарийдан тыс сұрақ. Сіз өзіңіз әже баласыз айтып отырсыз ғой. Өзіңіз жалпы қалай қарайсыз, ол дұрыс па? Енді әлі қазірге дейін бар ма ондай? Иә, қазір бар, бірақ негізі меніңше ол дұрыс емес. Дұрыс емес. Иә, мен өзім сонда ойдамын да, жай сіздің ойыңыз келіп тұр да. Негізі ол дұрыс емес. Мен айтып отырмын ғой, мысалы. Өзім әке-шешемді мойындаймын. Иә, соны айтамын да. Басқа емес па? Былай қарасаң. Оны біліп тұрсың. Бірақ енді мойындайын десек, кемпірден қорқасың, мысалы, әжеңнен қорқасың деген сияқты. Әженің көзіне қарайсың. Сосын басқалардың да көңіліне қарайсың. Мен әлі күнге дейін сонда. Жатсынып кету де бар ма сосын шамалы? Жоқ, енді жатсына қоймайсың ғой, біліп тұрасың ғой. Мен сөз тұрады ғой. Иә, бәрі әке-шешесі. Бірақ негізі дұрыс емес ол. Әке-шешесінде өсу керек па бала, иә? Жоқ, әжесінің тәрбиесін көру керек, бірақ әке-шешесіне қол жүру керек меніңше. Әке-шешесімен бірге жүру керек. Бізде мысалы жаңа айтып отырмын ғой, папам жаңа мал баққаннан кейін мен кемпірдің орнынан олар бөлек өскен бар. Сондықтан мен анша мойындамай қойғаным сондықтан шығар деп ойлаймын. Негізі ол жаңағыдай қазақшалап айтқанда кемпір шалдың тәрбиесі керек қой, бірақ жаңағыдай әке-шешесінің баланы ажыратуға болмайды. Оны анша мен өзім дәріптемеймін мысалы. Өткенде де біреу неде жазыпты әлеуметтік желіде. Осыған қалай мен айттым, түкке керек жоқ деп жаздым, оны біреу түсініпті, біреу түсінбеді. Ол дұрыс емес. Өз басыңыздан өткен болғанда соны сұрап жатырмын да, қалай деп негізі бізді де қазір жас ата-аналар көруі мүмкін, негізі бұндай. Ол жаңағыдай, ойлай бала менікі деп жаңа әке-шешесіне бермей қойған дұрыс емес ол жаңағы ата әжесіне ше. Енді қазіргі ата әжелердің де бар бір жағы сосын. Біз қазір кезінде біз де солай істедім ба қайдан білейік. Біз қазір жаңағы немерелеріміз еркелеткіміз келеді тұрады. Онда дұрыс емес деп ойлаймын мысалы. Анау сені еркелете бергеннен кейін әке-шешесін тыңдамай кетеді. Сөйтеді енді, аха, ондай да бар масқара. Үйде мен кішкентай немерем бар. Өзі 2,5 жаста. Кейде әке-шешесіне ренжіген кезде маған келіп тығылады. Тыңдамайды, ана барғысы келмейді. Ұрыс тұрғызбайсыздар ма сіздер? Ұйықта деп жатқан кезде тыңдамайды. Мен қасымда отырады, өзі ұйқысымен өзі алып кетті. Онда мысалы бір жағынан өте бөлектей беріп те керек жоқ деп ойлаймын. Ойбай немере деген тәтті болатын тәтті, бірақ тәтті екенде бөлектей бергенде дұрыс емес деп ойлап қоямын. Иерархияны да бұзуға болмайсыз ғой, иә? Негізі әке-шешесі өзі тәрбиелеп, сен үлкен бір аяғының бір бақылаушы сияқты сондай болып жүрген дұрыс деп ойлаймын. Аналардан ажырастыруға болмайды. Тамаша. Бірақ енді ол ата-анасы да түсіну керек. Мына үйінде ата әжесінің де көңілі қалмау жағын. Оларға барма деген сияқты. Жоқ, ондай айтпау керек. Жаңағыдай атын ататқызбай деймін да, сондайға дейін деймін да, бар ма? Алып қоюым деп, мысалы соны айтып жатырмын да. Әрине үйде отырып ондай енді. Жақсы, тамаша, бұл да бір жақсы ақпараттардың бірі болды. Енді жастардың патриоттық сезімдерін айтайық. Қазір патриоттық сезімді көтеру үшін дейміз ба, иә? Патриоттық сезім қазір жастарда жақсы. Біз кейде ойлаймыз. Қазір жастар бірыңғай интернетке кетіп қалған, ештеңе ойламайды деген сияқты, ол дұрыс емес. Менің түсінігімде олай емес. Қазір жастарда бар. Бір жаман жер патриотизм дегенде бір жаңағыдай соғысқа бару, біреумен сол тұрғыда ғана қабылдайтын өмір дейді әскери. Ол әскери патриотизм, ол бөлек. Жалпы патриотизм деген бұл ұлтқа жерге деген сүйіспеншілік қой, қазақшалап айтқанда, басқа ештеңе емес. Тіліңе жаны ашиды. Басқа ештеңе емес. Мысалы өзіңнің қалаңа жаның аши ма, қағазды тастама жерге. Солай ма? Нағыз патриотизм. Соны айтамын. Болмайды. Тастама қағаз, неге тастайсың? Апарда андай жерде шамалда жүрсең тұр ғой, Құдайдың орнасы қаптап тұр. Апарда соған тастамыз. Қарапайым ғана мысалы. Осы патриотизм.
баяғыда Сұлтан деген Балмағамбетов деген әкім болды ғой. Сәтпаевский патриотизм, Сәтпаевский патриотизм деген көп айтады. Сондағы бір келтіретін мысалы осы. Шынында да дұрыс. Сонда кішкентай нәрседен басталады. Осыдан 1-2 жыл бұрын осы бізді бір үлкен кісі айтты. Басқа ұлттың өкілі айтыпты, сендер жер біздікі дейсіңдер, ал сол жерде неге қоқыс шашылып жатыр қаланың сыртында деп осы бізде. Ол енді бізге деген үлкен сын ғой мысалы. Былай қарасаң үлкен сын ғой. Яғни біз жанымыз ашмай тұрмыз. Осындай жерде көрсету жер біздікі болса енді сол жерді қадірлеп ұстауымыз керек. Гүлдендіруіміз керек мысалы. Ал біздер керісінше бірдеңе салады қазір билік. Оны апарып сындырып тастаймыз. Оны сындырып жүргенде өзіміздің балдар. Енді ол ішіндегі тентектері. Сол дұрыс емес. Ол кейбіреуді сол қызық үшін істейтін сияқты маған. Ана бір түйіп сындырса бір керемет. Өзі бір керемет. Күшті болып біреудің алдында көрінетін сияқты. Ол дұрыс емес. Негізі менің түсінігімдегі патриотизм сол тұрған жеріңді, еліңді, соны сыйлау басқа. Қадірлеу, құрметтеу. Басқа ештеңе емес ол. Көп жаңағыдай әдемі сөздермен айтпай, түсіндіріп, қарапайым айтқанда осы дейміз. Мен осы сұрайтыным да осы жаңағы мен тыңдап отырған жас балалар болатын болса, қыздар болатын болса, осы ғана айтып келетін. Өзіміздің елімізді, жерімізді тұрған қаламызды соған шешіп айтты. Артық қадірлей білейік ғана айтып келеді. Жақсы, тамаша жауап, рахмет көп. Енді мынандай сұрақ, осы жаңа ұрпақтар арасындағы байланыс деп жатырмыз ғой, сабақтастық. Соны үзбеу үшін қоғамда қандай нақты, яғни өзіміз қоғамда демейміз, өзіміздің қаламызда қандай істер атқаруға болады? Енді қазір былай қарасаң, біз мектебімізге қосатындай деген сияқты. Былай қарасаң, енді ондай жаңа ұрпақтар сабақтасты арасындағы байланыс үзіліп қалды деп айтуға болмайды. Менің түсінігімде. Сөзіңіз аузыңызда, мысалы, баяғы киіз басу, өзіміз ауылға барғанда көретінбіз. Қазір солар мына. Сол жерде сабақтасып кішкене үзіліп қалған сияқты ма? Енді ол жаңағы қоғамның сұранысы ғой. Сен қазір мысалы киіз басып қаяққа өткізесің. Сол емес пе? Кейде жаңағы наурызда тағы неде көрсетіп жатырмыз. Мектептерде де көрдім мен ана күні. Барлығы қолданып дейсіз ғой. Шиді қойып қойыпты мысалы. Тоқитын шиді. Баяғы өзіміз қолымызбен тоққанбыз шиді. Мен мысалы ши тоққанмын, ақ шиді. Иә, әдемі. Мен де 90 жылдың тумасымын ғой енді. Тоқитын. Ауылда ши тоқитынбыз. Біз екеумізде жазды күні бірыңғай киіз үй тігетін еді ғой. Қазір ол да қалыпты ауылда мысалы. Қазір тікпейтін болыпты, соны өткенде. Соны да қараймын енді. Оған жаңағыдай ши керек. Ақ ши дейді. Теріп алып келеді оның өзі? Иә, бірден теріп алып келесің. Сосын ана тоққанда сыртынан, киіздің сыртынан ұстап қоясың. Ішінде тұрши дейді оны. Бояуды. Бояйды сосын. Иә, жіпті бояйды да сонымен алады оны. Оны тұрши дейді. Сондай шилер болатын. Енді қазіргі кезде мысалы былай көрсетуге болады шығар біздің немізде. Иә, мүмкін көрсетуге. Бірақ енді бұл соны істемедің деп ешкімді кінәламайсың, өйткені ол сұраныста жоқ қой қазір. Қазір кім үйіне киіз төсеп жатыр мысалы? Үйіне ешкім киіз төсеп жатқан жоқ. Шидан да ештеңе істеп жатқан жоқ мысалы. Сондықтан оны жаңағыдай оны үзіліп қалды деп айтуға да болмайды шығар енді ол өйткені Қытай өзі нарықты жаулап алғаны ма? Оның орнына басқа тұтынатын заттар келіп жатыр ғой. Жаңағы киіз үй ауылда тікпейді мысалы. Мен ауылда ағамым бар ғой, барамын ғой. Киіз үй тікпейтін болыпты қазір ауылда. Ауылда бұрын әр үйдің алдында бір киіз үй тұратын. Қазір жоқ, біреу-екеу ғана көремін. Сосын сұраймын ғой, әлімнің ағамның баласына, неғып киіз үй тікпейсің дейсің. Ағам оның ағамда үйде кондиционер бар ғой. Оны өзі ме? Үйде қазір бәрімізде кондиционер бар. Шынымен бар нәрсе. Ол бұрын анау салқын болу үшін, түнде жатқанда салқын болу үшін. Көбірек күндіз ішесі болады ғой. Бірақ түнде салқын болу үшін сол киіз үйді сол үшін ұстайтын. Шай ішкенде, тамақ ішкенде сол салқын болады. Қазір енді ішінде қараса кондиционер тұр. Сөйтіп жаңағыдай, бұл енді өркениеттің бір
жұтып жатқаны ғой. Оны тоқтата алмайды жаным деп ойлаймын. Ол жағынан келгенде, бірақ енді басқа да кейбір кешегі кеңес заманында ұмытылып қалған нәрселер қазір мысалы қайта өркендеп жатқан сияқты. Қайта өркендеп жатыр мысалы. Мысалы жай ғана көкпарды алыңыз. Көкпар деген мен өмірімде совет заманында бір-ақ рет көрдім көкпарды. Бір-ақ рет бір тойда болған көкпар. Мен қазір енді 2000 бір көкпар жасап жатыр. Ат жарыс мысалы, аламан деген. 2 күннің бірінде болып жатыр. Деген сияқты. Мысалы қазір баяғыда бізді ойбай асық ойнап деп дейникаға салып сөйтіп ұрсатын тұғын мұғалімдер. Қазір өздері асық ойнаудан жарыс өткізіп жатыр. Солай емес? Соған қарағанда бір құндылықтар жалғасып жатыр, бір құндылықтар өмір өзі былай сұранысқа байланысты ғой, иә, шығарып жатыр деп ойлаймын. Ол енді өмірдің өзі бір сондай бір заңдылығы ағысы болуға тиісті. Жақсы. Енді соңғы сұрағымыз бізде енді жаңа өнеге туралы айтып өттіңіз, әжеңізді айттыңыз, ата-анаңызды айттыңыз, иә, оған қайтып тоқталмай ақ қояйын, қайталап. Соңғы сұрақ бізде болашақ ұрпаққа жолдайтын бір ауыз тілегіңіз. Жаңа айтып өттіңіз, негізі осы тақырыптың барлығы айтып жатқан әңгімеңіз бәрі өсиет ретінде кетіп жатқан сияқты. Дегенмен де ойыңызды қорытындылап бір оқушыларға кеңес берсеңіз. Енді ол әрбір балаға өзінің үйінде ата-анасы, мектепте сіздер, мұғалімдер өзі күнде айтып отқан, күнде айтып отырған нәрсе ғой, мен де ойдан ештеңе шығармаймын. Мысалы, қазақта бір сөз бар, жақсы болды. Жақсы болды, тәуір болды. Кім айтпайды баласына, тәуір болды, жақсы болды. Барлығы жақсы болуға ұмтылу керек. Жаңағы мен айтқан алдыңғы толқынның мысалы. Сіздерден кейінгілерді үйренетін жақсы жағын ғана үйреніп, жаман жағын ысырып отыруға соған жастарымыз ыңғайлы болу керек. Соған олардың меніңше ой талаптары, ой өрістері бәрі жеткілікті. Қазір бұл жастар өте білімді мысалы. Мен өз басым таңғаламын мысалы. Енді халықаралық олимпиада дейді ғой. Физикадан, математикадан, біздің қазақтың балалары барады, кілең алтын алып келеді. Кілең күміс алып келеді мысалы. Ояқта олардың әкесі жоқ, шешесі жоқ мысалы. Туған туысқаны жоқ, ешқандай танысы жоқ. Яғни біздің жастар білімді ғой. Сондай білімі бар жастардың білігі болмайды деп кім айтады? Басқа пәндерден де мысалы международный халықаралық деңгейде мысалы қазақ тілінен олимпиада өтпей шығар. Өтсе одан да орын алып келеді біздің балалар деп ойлаймын мысалы. Енді ағылшын тілінен өтіп жатыр ма, ойағымда болмай, әйтеуір физика мен математикадан үнемі байқаймын. Біздің балалар алып келіп жатады. Демек біздің балаларымыз білімді, ал білімді балаларда ол білікті кемшілігі тиісті. Біз жаңағы кейде айтамыз ғой, кейде былай айтқанда бір әсіре қызыл сөз сияқты, жастар біздің болашағымыз деген сияқты. Ол шын мәнінде солай, шын мәнінде солай. Яғни біздің жастарға сену керек. Мағжан айтқандай, мен жастарға сенемін. Сондықтан жастарға сену керек, олар жаңағыдай мына заманның менің түсінігімде қазіргі заманның мүмкіндіктерін олар тез игеріп алды, яғни игеріп те жатыр. Арасында енді жаңағыдай мынау қазіргі технологияның кейбір теріс ықпалында кетіп жатқандар да бар шығар, бірақ негізінен жастар дұрыс бағытта деп ойлаймын. Сол бағыттарынан жаңылмасын деп тілеймін. Көп рахмет. Сол шошаттыңыз. Жақсы. Дұрыс. Кетеміз. Жақсы, сау болыңыздар ендеше. Келесі шығарылымдарда жүздескенше. Көп рахмет, Абдулла. Жақсы. Енді деп па? Сол алып қояйық. Алып қояйық. Баяғыда осындай мен бітетін әңгіме. Алып қояйық. Қазір қойдық ондай мысалы. Ондай жоқ. Алып қояйық деп отыратын едік. Қазіргі жастар шын ақылды.